Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Алдарыңызда пайдалы кен орындарының қазып өндіру кафедрасының аға оқытушысы Ескенова Гүлнұр Бериковна шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету пәні бойынша дәріс сабағын бастаймыз. Дәрістің тақырыбы Шығыс Қазақстандағы пайдалы қазылым кен орындарының даму келешегі. Дәріс жоспары: Шығыс Қазақстанның қара металдар кен орындары, Шығыс Қазақстанның түсті металдар кен орындары, асыл металдар. Шығыс Қазақстанның қара металл кен орындары. Геологиялық құрылысының ерекшелігіне сай Алтай таулы аймағында алуан түрлі пайдалы қазбалар кешені таралған. Пайдалы қазбалардың басым бөлігін темір, мыс, полиметалл, сирек және шашыранды бағалы металдар, калий тұздары, құрылыс материалдары құрайды. Олардың түзілуімен әркелкі таралуына аумақтық геологиялық даму тарихының тектоникалық құрылымының ерекшеліктері әсер етеді. Геологиялық тұрғыдан алғанда, пайдалы қазбалардың негізгі бөлігі Кембрийге дейінгі Каледон, Герцин және Альпілік қатпарлы құрылымда таралуы табиғатының даму тарихымен түсіндіріледі. Алтай таулы аймағындағы металлогенездің сипаты мен қарқындылығына байланысты аймақ екі белдеуге бөлінеді. Олар кенді Алтай, кенді белдеулері және қалба нарым. Жайсан герциндік геосинклиналды жүйесінің солтүстік шығысында полиметалл, сирек және шашыранды металдарға бай кенді Алтай, кенді белдеу орналасқан. Кобальт. Шығыс Қазақстандағы кобальттың нағыз кен орындары кенді Алтайда және Шар ауданының аумағында шоғырланған. Ол көбінесе никельмен бірге кездеседі. Сондықтан да никель кендерінің құрамында кобальт болса, оны никельді кобальт деп атайды. Сондықтан никель өндіретін заводтардан олардың мүмкіндігіне сәйкес кобальт та алынады. Кобальт табиғатта тұрақты бір изотоптан тұрады. Жасанды изотоптарының ішіндегі маңыздысы кобальт 60 болып саналады. Оның жартылай ыдырауы 5-27 жылға созылады. Оның бұл қасиетін атом техникасында және басқа орындарда гамма сәулесін шығарушы көз есебінде пайдаланылады. Кобальт араласқан металдар қосындысы ыстыққа төзімді әрі берік. Сондықтан да оны қара металлургияда, ауыр машина өндірістерінде кеңінен пайдаланылады. Кобальттың үгінділері катализатор ретінде, фторлы кобальт бояуы ретінде, шыны және керамика өндірістерінде, ал кобальтты тұздар ауыл шаруашылығында микротыңайтқыш түрінде пайдаланылады. Жасанды кобальт 60 бұл күнде медицинада қатерлі ісіктерге қарсы сәуле терапиясын жүргізуге және медициналық құралдарды стерилизациялау үшін кен түрде пайдаланылады. Онымен қатар тұқымдық дақылдардағы зақымды жәндіктерді құртуға және тағамды консервілеу үшін де қажет. Табиғатта кобальттың 30 шақты өзіне тән минералдары бар, ал 100-ден астам минералдарда жоғары мөлшерде кездеседі. Табиғи ванадий. Шығыс Қазақстандағы ванадийдің кен орындары Шыңғыстауда шоғырланған. Ол екі изотоп қосындысынан тұрады. Ванадийді қара металлургия өндірісінде темірдің сапасын арттыратын легерлеуші металл ретінде пайдаланады. Әсіресе шапшаң кесетін болат құрамына кіреді. 0,15-0,25% шамасында ванадий араласқан болаттың беріктігі, тұтқырлығы және төзімділігі артады. Ванадий таза түрінде атом энергетикасында және электрон приборлар жасау үшін қолданылады. Ванадий қосындылары химия өндірістерінде катализатор ретінде, ауыл шаруашылығында, медицинада, тоқыма бояуларында, фото және кино шығаруда кең пайдаланылады. Ванадий қосындылары улы келеді. Ол тыныс алу мүшелеріне зақым келтіріп, өкпені қабындырады, бас айналдырады, жүрек пен бүйректің қызметін бұзады.
Міне сондықтан да ванадий өндіретін және оны қоспаларын пайдаланылатын өндіріс салаларында жұмыста сақ болған жөн. Шығыс Қазақстанның түсті металл кен орындары. Кенді Алтай кенді белдеуінде мырыштың, қорғасын мен мыстың 1000-нан астам кен орындары бар. Солардың ішіндегі ең ірілері Белаус, Риддер, Соколов, Тишин, Жаңа Лениногор және Шалқар кен орындары. Кен құрамында қорғасын мен мырыштан басқа алтын, күміс, басқа да сирек кездесетін шашыранды металдар мен кенсіз пайдалы қазбалар кездеседі. Оларды кешенді өңдеу кезінде бөліп алады. Кенді Алтайдың кенді белдеуінің батыс қанатында Зырян, Грехов, Малеев полиметалл кен орындары бар. Солтүстік батыс қанатында Николаев және Березов, Белаусов, мысты мырышты, орташа колчетанды, баритті полиметалл және мыс кен орындары орналасқан. Кенді белдеудің қиыр оңтүстік батыс бөлігінде мысты перитті кен орны бар. Кен құрамында алтын, талик бар. Қалба нарым. Кенді белдеуіндегі граниттерде сирек кездесетін шашыранды металдар мен керамика, хрусталь, өндіруде маңызды шикізат болып табылатын пегматит кендері түзілген. Маңызды қалайы вольфрам кендерінің қатарында палаций, калькамоль, шердаяқ, теректі кен орындары жатады. Николаев полиметалл кен орнының үгілуі қабатында түзілген минералды бояулар кеніштері Баротасының етегіндегі эолдық жолмен түзілген лес тәрізді саздар кірпіш өндіруде кеңінен қолданылады. Өскемен, Семей, Риддер, Зырян сияқты ірі өнеркәсіп орталықтарын сумен қамтамасыз етуде. Альпілік эпиплатформалық орогенді белдеуінің шөгінді қабаттарындағы жерасты еспе суларының кен орындарының маңызы зор. Алтай таулы аймағындағы тауарлық ойыстардағы тектоникалық жарықтарда термальды кремнийлі емдік минералды ыстық бұлақтар бар. Олардың ең маңыздысы Рахман бұлақтары. Онда қазір өзі аттас курорт бар. Полиметалл кен орындары. Кенді Алтай полиметалл кен орындарына бай. Оның құрамына қорғасын, мырыш, мыс, алтын, басқа да сирек және шашыранды металдардың минералдары кіреді. Соның ішінде кең таралғаны қорғасын мен мырыш. Шығыс Қазақстанда полиметалл кенін өндірістік жолмен өндіру Ақшатау, Лениногор, Зырян, Ертіс комбинаттарында жүргізіледі. Полиметалға әсіресе кенді Алтай өте бай. Үлкен Алтай деп аталатын аймаққа қорғасын мырыш, алтын күміс, қалайы кендері, қалба, нарым, сауыр және тарбағатай тау сілемдері де кең таралған жатады. Осы өңірдің қойнауындағы байлықты ашуға белгілі ғалым профессор Нехорошев көп еңбегін сіңірді. Ол кенді Алтайдың пайдалы қазбаларының қалыптасу заңдылықтарын, орналасу ерекшеліктерін ашты. Кенді белдеулер ішіндегі ең ірісі кенді Алтай. Оның ені ұзындығы 500 шақырым шамасында. Осы белдеу бойынша бір-біріне жалғаса көгілдірлеу, сұрғылт түсті, жұмсақ және ауыр металдар кіреді. Өндірістің дамуына байланысты қорғасыннан аккумуляторлар, аппараттар дайындалған. Мұндай аппараттар өте әсерлі газдармен, сұйық заттар шығару үшін қолданылған. Қорғасын радиоактивті сәулені өткізбейді. Сондықтан оған радиоактивті элементтер сақталатын сауыттар, контейнерлер, рентген аппараттарының гамма сәулесінің қуатты әсерінен сақтайтын бұйымдарды әзірленген. Мыстың, қорғасыны және мырыштың қосындылары техника салаларында кең түрде пайдаланылып отыр. Облыс аумағындағы маңызды полиметалл кен орындарының қатарына Тишин, Соколония, Николаев, Зырян, Риддер, Жаңа Лениногор, Локтев, Золотухин, Березов, Белоусов сияқты кен орындары жатады. Олар Өскемен Риддер қорғасын мырыш комбинатын кенімен қамтамасыз етеді.
Қазірдің өзінде Алтай өңірінде 70-тен астам пайдалы қазба кендері анықталып отыр. Олар 900-ге жуық кен орындары шоғырланған. Солардың арасында полиметалл, түсті металдан басқа асыл және сирек металдар, әртүрлі құрылыс материалдары, от қатты өсімді, шикізат кен орындары кездеседі. Зырян полиметалл кен орны. Бұл кен орнын 17 ғасырдың бас кезінде Григорий Зырянов тайғада аң аулап жүріп ашқан екен. Осыған орай бұл кезде ұлы мәртебелі иенің жеке меншігі деп аталған бұл кен орнында 1791 жылы барлау жұмысы жүргізіліп, 1902 жылға дейін оның үстіңгі қабаттарындағы тотыққан аймақтардан қорғасын, мыс, алтын, күміс өндірілген. 1902-1930 жылдар аралығында бұл кен орны ашылғанын ағылшын концессионерлерінің қарамағында болып, оның советтік даму дәуірі тек қана 1931 жылдан басталған. Қазіргі Зырян кен орны бірнеше кен көздерінен тұрады. Олар орта Девон дәуірінде пайда болған вулкандық қышқыл жыныстармен алмасы араласып жатқан әртүрлі тақта тастар, құм тастар, туфтар және торфиктер арасында қалыптасқан көп қабатты руда жыныстары болып келеді. Руда жыныстары жер бетіне 800-900 метр тереңдікке дейін, кейбірлері онан да тереңірек жатыр. Риддер полиметалл кен орны. Ол 1784 жылы ашылған. Кен қабаттары Риддер, Сокольник, Крюков және Ильинск құрылымдары бойындағы аландарға қалыптасқан. Кен жатқан ортадағы вулканды жыныстар құрамында қышқылды минералдар, кварц, тобы басым, Греция кен түзілу кезеңінің соңындағы вулкан атқылау үрдісімен тығыз байланысты пайда болған газды сулы ерітінділердің әсерінен бұл жыныстар тек қана кремний земнен тұратын микрокварциттерге айналып кеткен. Осы микрокварциттер бойына тереңінен көтерілген өте бай металл ерітінділерінен тұратын гидротермальды шөгінділерден осы күнгі кендер түзген. Лениногор кенді алаңында Риддер және Сокольный сияқты ірі кен орындарымен бірге Крюков, Филиппов, Успен, бәрінен де полиметалл Ильинск сияқты аумағы шағындау кен орындары бар. Бұлардың бәрінен де полиметалл рудалары шығады. Риддер және Сокольный кен орындардағы негізгі қабаттар полиметалл кендері бар микрокварциттерден тұрады. Шығыс Қазақстанда Қазақстанның асыл, сирек кездесетін шашыранды және жеңіл түсті металдар кен тараған. Асыл металдар. Шығыс Қазақстанда кен таралған асыл металдар тобына алтын, күміс және платина элементтері жатады. Солардың ішінде еліміздің валюталық металы саналатын алтынның алатын орны ерекше, одан кейін күміс деп есептеледі. Алтын табиғи түрде сары түсті, ауыр келеді. Жылу мен электр тотығын өткізгіштігі өте жоғары, әрі жұмсақ, созылмалы. 1 грамм алтынды 4 бөлмелі үй шатырының жартысынан қаттауға жеделдікті етіп созуға болады. Мұндай қасиет алтыннан басқа да ешбір металда жоқ. Жер қыртысындағы алтынның мөлшері ортада есеппен 4,3-10% құрайтын, кейбір жыныстарда бұл шама онан да төмен. Шығыс Қазақстан жерінде алтын кен орындары көбінесе шағын интрузиялармен пайда болған кварцитті желілі типті басым. Облыс аумағындағы алтын кен орындары пайда болу жағынан үлкен 5 топқа бөлінеді. Біріншісі, ұзындығы әртүрлі болып келетін кенді желі аландар түзетін гидротермальды кварцитті алтынды кен орындары. Олар көбінесе кварциттен немесе сульфидте түзіледі. Екінші топ палеогенді вулкан атқылау әрекетімен байланысты. Түзілген гидротермальды алтынды күмісті теллурлы кен орындары бар. Бұл кен орындарда алтын бос немесе теллуритпен байланысқан күйде кездеседі. Үшінші топ гидротермальды колчеданды алтынды кен орындары. Сульфидтің құрамына байланысты кен орындары мысты алтынды полиметалды,
алтынды мышьякты болып бөлінеді. Бірінде алтын негізгі болса, екіншісінде қосалқы болады. Қышқылды интрузивтік немесе эффузивтік жыныстардың гидротермальдық өзгерістерге ұшыраған жыныстардағы гидротермальды алтынды кен орындары. Олардың қатарына пропилиттерге, микрокварциттерге, екінші рет кварцитке айналған жыныстар жатады. Алтынды жыныстардың бұзылуынан түзілген шашыранды алтын кен орындары. Олардың қатарына Батыс Қазба мен Кенді Алтайдың Еспе, Бақыршық, Васильев, Ақжал, Қазанышқыр кен орындары мен металдары жатады. Кенді Алтайдағы полиметалл кен орындарында кеннің пайдалы компоненттерінің 7-ден 24% алатын алтын құрайды. Күміс. Шығыс Қазақстандағы Зырян, Сокольный, Николаев, Тишин, Белаус полиметалл кен орындарында кездеседі. Қалба жотасында өндіріледі. Ол ақша құймалар мен эмаль жасауда нәзік өрнектерді мәнерлеуге, қаратылған күмістерге, ою салуға, тағы да басқа зергерлік заттар әзірлеуге қолданылуда. Күміс қосындыларында антибактериалды күйдіргіштік қасиеттер бар. Сондықтан оны ерте кезден-ақ медицинада пайдаланған. Жер қыртысындағы күмістің мөлшері орта есеппен 7-10%-ға дейін, теңіз суында 10%-да күмістің 50 шақты минералы бар. Солардың ішінде сом, күміс, электромагниттік, аргентит, прустит, кераргит және басқалары табиғатта кездеседі. Сирек металдар. Молибден кен орындары негізінен Ақшатау мен Кенді Алтайда кездеседі. Молибденнің негізгі минералы молибденит пен галениттің сырт көрінісі бір-біріне өте ұқсас болғандықтан бір-бірінен ажырату қиынға соғады. Сондықтан бұл екеуі жалпы атпен молибден деген сөзбен ұштасқан. Молибденді элемент түрінде алғаш рет 1778 жылы швед химигі Шелле молибденеттен ажыратып алды. 1782 жылы швед химигі Гелем алғаш рет көміртегінің әсерімен молибден тотығынан молибденді таза металл түрінде алған. Қазіргі кезде өндіріліп алынатын молибденнің 80% қосындыланған болаттар дайындауға жұмсалады. Өйткені жоғары температураға ондай болаттар төзімді. Мысалы, ракета бөлшектері әзірлеуге, шатын аспаптарда жоғарғы температурада тотығуын сақтайтын бөлшектер мен тетіктер әзірлеуге молибден қоспаларын пайдаланылады. Металл түріндегі молибденнен анодтар, әртүрлі торлар, электр лампасының жүктерін ұстанатын тұтқыштар жасау үшін қолданылады. Молибденетті керістіктерін майлауға, химия және мұнай өндірістерінде катализатор ретінде кең түрде қолданылады. Вольфрам өте баяу балқитын ауыр металл. Оның кен орындары негізінен Ақшатауда шоғырланған. Табиғи вольфрам тұрақты 5 изотоптан тұрады. Алғаш рет 1781 жылы швед химигі Шелле тунгстен минералынан вольфрам тотығынан бөліп шығарды. Кейін 1783 жылы Испания химия материк ағайынды Элухяр вольфрам деп атайды. Немесе вольф қасқыр, грамм көбік деген мағынада. Бұл атаулы вольфрамид әрқашанда қалай тасымен бірге кездеседі. Вольфрамның жер қыртысындағы мөлшері орта есеппен 1,1 квадрат метр тәулігіне. Көбінесе минерал түріне кездеседі. Солардың ішінде өндірістік маңызы бар вольфрамид Шелли. Қалайы иілгіш, созылғыш әрі жылдам балқитын металдың бір қалайы кеннің мол қоры Қалба Нұрым кенді белдеуінде шоғырланған. Студенттерге өздері жұмысына арналған сұрақтар. Қара металлургия кеніштері, Шығыс Қазақстан темір кендік өнеркәсібінің ауданы, бағалы металдар кен орындарының өндіру ерекшеліктері, Соколов Сарыбай кен орны. Қолданылатын әдебиет тізімі. Тыңдағандарыңызға рахмет.